Ayız kütüp yelim odur. Akınlar aykaspasa neğip odur. Semeyni sekrettim bärin aytıp. Aşık ağız abroydu tögüp odur. Aynur'dun Türkiye'ye ketkenine amal жоқ әкем байғыз көніп отыр. Әкем үшін депрессия болған менен, мамам үшін үлкен той болып отыр. Ендеше осы сәтті пайдалансам, Алматы мүмкіндігі беріп отыр. Aynur'дың Түркияға көшуіме мамамды құттықтағым келіп отыр. Олдырас біздің үйде басшы әкем ғой. Қарттардың сезімі де басқа екен ғой. Біз оларды қартайған деп ойласақ, көңілдері 18 жасты екен ғой. Айнұрдың кеткені де дұрыс болды. Түркияға бару біраз ақша екен ғой. Әкем бұрын көшеге көп шықпаушы еді. Адамның өзгеруі пәс деген ғой. Ал қазір Стамбулға көп барамыз. Әкемдікі әшейін маске екен ғой. Соның бәрі Айнұрдың арқасында бір үлкен компанияда басшы екен ғой. Жау жақта да бір үйің болсын деген, шетелде туысың болса классын екен ғой. Өмірде әкең кедей болған менен, өгей шешең бай болса жақсы екен ғой.